Біздің жеріміз әлі толықтай зерттелмеген, бірақ оған қарамастан әлемде әдемі жерлер бар. Тіпті әлемде адам аяғы баспайтын жерлерде де бар. Сәлем достар, сіздермен топ қазақ. Бүгін біз сіздерге адам аяғы баспайтын топ 10 мекендерді ұсынатын боламыз. Сонымен кеттік. Амазонка тропикалық орманы. Бұл орман кең жазықта орналасқан және әлемдегі ең үлкен тропикалық ормандардың бірі болып саналады. Бір қызығы, бұл орман планетамыздың 5,5 миллион шаршы шақырымын алып жатыр және бұл орманнан жануарлардың жаңа түрлерін көруге болады. Бірақ көргеннің өзінде олар адамдарды тірі қалдырмайды. Венесуэланың оңтүстік шығыс бөлігінде орналасқан Тепуи тауы. Бұл жер әлемдегі ең таңғажайып жерлердің бірі. Өйткені бұл жерде фауна мен флорасы бар оқшауланған аймақ бар. Адамдар бұл жердегі тік тұратын тауларға қызығып отыр. Бірақ осы уақытқа дейін бұл жерде бірде-бір адам болған жоқ. Өйткені бұл жердің ауа райы адамға жақпауы мүмкін. Сондықтан бұл жерге келуге тыйым салынады. Ресейдегі Камчатка тауы. Бұл жер шамамен 270 мың шаршы шақырымды құрайды. Бұл жерде тек 30 мың ғана адам тұрады. Әрине, Камчатканың басты көрікті жерлері оның әйгілі жанартаулары. Жалпы бұл жерде өзен, көл, тағы басқа керемет жерлер бар. Тіпті бұл жерге саяхаттауға болады. Егер саяхаттайтын болсаңыз, онда тек жазды күні ғана келіңіз. Өйткені қыста бұл жерге келу мүмкін емес. Гренландияның мұз қабаты. Гренландияның мұз қабатының үлкен болған соншалықты ол Гренландияның бүкіл аумағының 80%-ын алып жатыр. Оның ұзындығы 2400 км болса, ал бүкіл мұз айдындағы мұздың орташа қалыңдығы 2135 метрді құрайды. Ғалымдар бұл жерде әлі күнге дейін зерттеп жатыр. Мысалы, 2013 жылы НАСАның зерттеулерінің бірінде ғалымдар бұл жердің ауа райының жағдайы ауыр екенін айтты. Сондықтан бұл жерге келу мүмкін емес. Папуа, Жаңа Гвинея. Жаңа Гвинея аралын Индонезиямен бөлетін мемлекет. Аралдың бүкіл халқы жергілікті тайпалар. Қазіргі кезде штаттың халқы 7 миллионнан асады. Бірақ оның өзінде олардың жерлері өте көп. Жалпы ғалымдарға орманды зерттеуде едәуір қиындатады. Өйткені бұл жерде тірі тіршілік иелері өмір сүреді. Сондықтан бұл жерге туристер де келе алмайды. Тибет үстірті. Бұл жердің таулары мен жартастары өте үлкен. Және бұл жерде адам аяғы баспаған жерлер де бар. Өйткені бұл жердің ауа райы өте суық. Сіз қанша киінсеңіз де сізге бұл жердің ауа райы жақпауы мүмкін. Сондықтан бұл жерге ешкім келмейді. Австралияда орналасқан Кейп-Уорк түбегі. Планетадағы толықтай дамыған аудандардың біріне жету өте қиын. Бұл жерге сіз турист ретінде ұшақпен ғана келе аласыз. Оның өзінде жерге қонбай, жай ғана табиғатты тамашалап жүресіз. Өйткені бұл жерде 18 мың адам тұрады. Оның өзінде жабайы адамдар. Олар сізді тірі қалдырмайтыны анық. Ресейдегі Якутия ауданы. Якутия ауданын Үндістанмен салыстыруға келмейді. Бірақ Якутия ауданының 40%-нан астамы ғана арктикалық шеңберден тыс орналасқан. Аумақтың көп бөлігі мұзбен жабылғанына қарамастан бұл жер әлемдегі ең экстремалды жерлердің бірі болып табылады. Жалпы керемет жер. Антарктида. Антарктида соңғы жылдары ғалымдар жете алмайтын әлемдегі ең үлкен мұз массиві ретінде жиі аталып жүр. Жалпы бұл жердің ауа райы өте суық. Сондықтан бұл жерге келгендер өте аз. Тіпті Антарктиданың көп бөлігін адам аяғы баспаған. Мариана қуысы. Бұл жерді әлемдегі ең аз зерттелген кеңістік деп атауға болады. Дегенмен ең құпия нүктесі мұхиттың тереңдігі. Бұл жердің тереңдігі теңіз деңгейінен 10 мың метр төмен тереңдікке жетеді.
Әзірге мұндай тереңдікке бірде-бір адам барған жоқ. Және бұл жерде 20 мыңға жуық микроорганизмдер табылды. Ғалымдар бұл жерде тіршіліктің пайда болуы мүмкін екенін айтады. Жалпы бұл жер адам өміріне қауіпті. Сонымен достар, видео ұнаса лайктарыңызды басып, арнаға тіркеліңіздер. Және бүгінгі видео туралы өз ойларыңызды комментарийге жазып кетіңіздер. Бүгінге осы, келесі кездескенше аман, сау болыңыздар.